біздер қазір үй жағдайында зерттеу жасайтын боламыз. Сіздер зерттеу жасағыларың келе ма? Иә. Қасына білесіңдер? Ол зерттеу жасау үшін бізге балалар, су керек. Мына алдымызда біздің су тұр, су керек. Және нан содасы керек болады, нан содасы керек болады. Және лимон қышқылы керек болады екен. Сосын алдымызда тұрған не аналар? Бояу. Түрлі түсті бояулар, түрлі түсті бояу керек болады. Енді Мария аяға алдымыздағы қасығымызды аламыз қолымызға, қасығымызды алайық, мына нені салайық, лимон қышқылын салайық. Мына екі суымызға да лимон молырақ алсаңдар. Толтырып салыңдар, толтырып салсаңдар болады. Суымызға салып араластырамыз, ертеміз. Мадам, сен тағы да салсаң болады, тағы да сал. Аяға тағы да сал. Толтырып сал, толтырып. Қасығымды толтырып ал. Қасығымды толтырып алып, суымыздан ертеміз. Жақсылап, дұрыстап. Егер аз салатын болсақ, балалар біз зерттеуіміз қазір шықпай қалады. Марияға екінші қасығын салалық. Енді біздің алдымызда түрлі түсті жаңа не бар дедік? Қасығымды қоя ғой, түрлі түсті бояуды аша. Біздер лимон қышқылын салдық, енді ас содасын саламыз. Қасықтарымен алып, ас содаларында сала қойыңдар. Молырақ салсаңдар болады. Не пайда болды? Екінші ыдысыңа да саламын. Молырақ ал салыңдар. Аяға екінші ыдысыңа сал. Енді алдымызға қояйық, қасығымызды алдық. Біздер не пайдаландық? Не алдымызда тұрған? Бірінші не қойдық? Бояу. Бояуды неге ездік? Жарайсыңдар. Суға не салдық? Не салдық? Түрлі түсті бояулар салдық, Сосын оған не салдық? Лимон қышқылын. Содан кейін барып не салдық? Ас содасын салдық. Сонда бізде не пайда болды? Не пайда болды? Вулкандар пайда болды, Қымбатты ата-аналар, сіздерде үй жағдайында, қолдағы бар құралдармен, тәжірибені жасап көрсеңіздер болады.